Так, жігіттер, жұмысқа қош келдіңдер дейсің. Жақсысыңдар ма? Ешкімнің денсаулығына ешқандай жалып жоқ па да жұмысқа? Так, кімде Карайдоға, Биттунгқа допускасы бар, бәрін өттіңдер ғой? Так. Так, жұмыс сиз бәрінде сиздердің бәрі бар ғой, ешкімдікі жыртық емес, каскілердің бәрі, тағат дүлердің бәрі бар ғой, очкилердің бәрі целый ғой, аяқта аяқ киімдердің бәрі сау, ешкімді жыртық емес ғой. Так, жақсы. Так, енді жұмыс барысында жұмыс қауіпсіздікті сақтаймыз, инструкция бойынша. Жұмыс кейбір жұмыс орындарда нелер риск, қауіпті жағдайлар болуы мүмкін. Мысалы, анализ алған жағдайда, сондықтан соның бәрін сақтап, проводборниктеріңді алар кезде очкилерді киіп, обязательно мешалкалерді тоқтатып, солай аламыз. Инструкция бойынша жұмыс жасаймыз. Сосын жұмыс орындарында санитарлық состояние, тазалықты, сосын өрт қауіпсіздігі болдырмауын қараймыз. Арнайы темекі тартатын орынға барып темекі тартамыз, шырпыны лақтырмаймыз. Соларды обязательно қадағалап отырамыз. Сосын апаттық жағдай болған жағдайда жұмыс орындарында білесіңдер ғой, бірінші орында обязательно сменді неге қоямыз, айқайлап, апат болады деп. Сосын обязательно мастерге хабар бересіңдер. Мастер болмаған жағдайда бригадир бар, старший бар, соған айтасыңдар обязательно. Сосын келесі жұмыс. Енді сосын смен қабылдаймыз, докладпен шығып, обязательно жұмыс орында қандай кемшіліктер бар, тазалық жөнінде, технология жөнінде, сол жөнінде қандай кемшіліктер бар, соны бәрін қарап, сменщиктермен келіп доклад жасаймыз. Бәрі жақсы, жаман емес, соны айтамыз. Болды. Енді аман есен, техника қауіпсіздігін обязательно сақтаймыз. Бірінші очередь сол распоряжение бәрін айттым.